Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен осындай керемет ас дайындайтын боламыз. Олай болса менімен бірге болыңыздар, каналдан алыстамаңыздар. Бұл тағамда подливында ешқандай ерекшелік жоқ. Дәл өздеріңіздің күнделікті үйде жасап жүрген тамақтарыңыз. Тек қана бұл жерде қамырында ерекшелік және де ұсыну тәсілі, яғни подачасында ерекшелік болып келеді. Олай болса менімен бірге болыңыздар, бірге дайындайтын боламыз. Алдымен қажетті нәрселердің барлығын жуып турап дайындап аламыз. Енді қазанымызға майымызды құйып, етімізді салып, қазанның астын барынша жоғары көтеріп, осылай етімізді жақсылап қуыратын боламыз. Етіміз қоп-қоңыр болып қуырылса, біздің тамағымыз өте дәмді болып шығатын болады. Сондықтан қоп-қоңыр болып қуырылғанша жақсылап қуырсаңыздар жөн. Енді етіміз қуырылып болды, пиязымызды саламыз. Одан кейін пияз қуырылып болғаннан кейін сәбізімізді салып, барлығын араластырып жақсылап қуырамыз. Екеуі қуырылып болғаннан кейін міндетті түрде томатымызды саламыз. Томаттың үстіне мен жарты шай қасық көлемінде қант салдым. Себебі жаңағы тамақ піскеннен кейін томаттан қышқыл бөлініп, асқазанда қыжыл пайда болуы мүмкін. Ал егер де сіздер томатқа қант қосатын болсаңыздар, онда қант томаттың қыжылын алып, ас жегеннен кейін ешқандай қыжыл пайда болмайтын болады. Қуырып болғаннан кейін суын құйып, етіміз піскеннен кейін картошкамызды салатын боламыз. Осы аралықта біздің жаңағы етіміз барлығы пісіп тұратын болады. Енді біз қамырын ететін боламыз. Табағымызға тұзымызды салып, сары майымызды ерітіп құйып, оның үстіне бір жұмыртқамызды салып, жақсылап қамыр етеміз. Қамырына біз ұнымызды, разрыхителімізді араластырып қосамыз. Разрыхитель қоспасаңыздар, нандарыңыз тапталып қалуы мүмкін. Сондықтан да жарты шай қасық көлемінде разрыхитель салыңыздар. Осы тағамға қажетті заттардың барлығын, көлемін барлығын мен описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Мінекей біз нанымызды илеп болдық. Енді тындыруға қоямыз. Тынып болған нанымызды бірнеше бөлікке бөліп, қамырымызды дайындаймыз. Дәл осы порциядан мен 3 порция ғана қамыр алдым. Себебі 3 порция маған тамаққа жетеді. Қалғанын қалдырып, самса, тағы да басқа нәрселер пісірсеңіздер болады. Мінекей нанымызды осылай бірінші дайындап аламыз да, одан кейін жайып қамырымызды пісіретін боламыз. Жайғанда жұқалап жайсаңыздар, себебі бізде жаңағы нанда ұнымызда разрыхитель болғандықтан пешке түскен кезде қамырымыз 2 есе көтерілетін болады. Сәйкесінше ол қамырымыз қалың болып кетуі мүмкін. Егер де менің көрсеткен видеомдағы қамырым қалың болған болатын болса, онда өздеріңізге жұқалап жайсаңыздар болады. Мінекей осындай көлемде жайып аламыз да, одан кейін барып кесемізге қамырымызды осылай әсемдеп саламыз. Бұл жерде мен кесенің сыртын майлаған жоқпын, бірақ та піскен кезде кішкене наным жабысты. Сол үшін сіздерге кесенің сыртын ерітілмеген сары маймен майлап жіберуге кеңес беремін. Ондай жағдайда сіздердің қамырларыңыз жабыспай жақсы түсетін болады. Мінекей осылай сәндеп аламыз, және де кесенің сыртында ешқандай узор болмаса жақсы болады. Енді пешімізге 170-180 градусқа 15-20 минутқа, яғни қамырыңыз піскенше ұстап тұрасыздар. Қарап қойыңыздар, нандарыңыз, қамырларыңыз күйіп кетпесін. Уақыты келгенде мінекей осындай керемет ас дайын болатын болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.